Қайдасың, Құралай? Әңгіме. Осы мен Құралайды жақсы көрдім бе екен? Білмеймін. Әйтеуір кейінгі кездері осы бір ой жиі мазалайтын болып жүр. Қызық. Әлдеқашан сарғарын бәйбіше болып кеткен сол келіншек есіме неге түсе береді? Құралайды алғаш көргенде 6-шы сыныпта оқушы едім. Жоқ, 5-шіні бітіріп, 6-ны енді бастағалы жүргем. 1-ші қыркүйекке 10 шақты күн қалған. Кеш түсе, қара қайсыдай болып өзеннен келсем, есік алдында 2 қолын беліне таянып әжем тұр екен. Басына әппақ шатырдай жаулығын тағып, үстіне анда-санда ғана ілетін Қытай жібек көйлегі мен түйе жүнінен тоқылған қызғылт жемпірін киіп алыпты. Ойбай-оу, күте-күте 2 көзім 4 болды ғой, ей, бар болғыр. Тағы да судан келдің бе? Баспа онда деп Құдайдың зарын қылам. Талайды жұтқан қанды қара су емес пе ол? Енді болмаса, қу шыбықтың астына алып айдап келгелі отыр едім. Бар жуын, деді зекіп. Өзеннен шыққаным жаңа ғой, деп күңк еттім. Бар, сөзді доғар. Беті қолың шайып, жаңа костюм шалбарыңды ки. Қазір тойға барамыз. Аллай, осы кемпірдің тойы бітпей-ақ қойды, дедім ішімнен. Бізден 3-4 үй төменіректе тұратын Жылқыбайдың құрмашы келін түсірді деп өзімде естігенмін. Қайда барса да қолымнан жетелеп, серейтіп ертіп жүретін әжем бұл жолы ол тойға апармай-ақ қойса деп ем. Тіпті қатар жүрген балалардан ұят. Бірақ оны түсініп жатқан әжем бар ма? Осы ол ержетіп қалды-ау, құрбы-құрдастарынан қысылатын жасқа жетті-ау деп ойламайды ғой. Бармайым деп және айта алмайым. Сүмірейіп жетегіне еремде отырам. Мен түгілі үйдегі үлкендердің де 2 аяғын бір етікке тығатын әжемнің мінезі өзіме мәлім. Қиқаңдап көрсең, елдің көзінше, тек ынжық неме, түс былай, деп желкеден түйіп жіберуден тайынбайды. Ренжи жүріп, белуардан шешініп тастап, жуынғалы жатыр едім. Ей, балам, алдымен мына Қалибекке шашыңды алдырып кеш, өсіп кетіпті. Ақысын берейін, деді дауыстап. Ол өз ойымда да бар шаруа еді. Сабақ басталғанда кәдімгі жігіттерге ұқсап, шаш қойдырып барсам ба дегем. Жейдемді тез киіп алдым да, әжемнің әмиянның түбінен көзін сығырайтып ала алмай отырған ақшасының ішінен 1 сомдық сарғұлақты суырып алып, көршінің үйіне беттедім. Ішінен 50 тиын жете ме, әлде 70-80 тиын берсем бе екен деп қиналыңқырап отырған әжем көзі жапақтап аңырап қалды да, қолын бір сілтеді. Жарайды, алсын дегені ғой. Есебінің түгел екенін, ол ақшаның құнын Қалибектің соңынан қалмай, түрлі шаруаларына жұмсай жүре, екеселеп қайтарып алатынын өзі де біледі. Ол кезде 1 сом, 1 жарты шараптың нарқы. Ақшаны көбірек алса, Қалибектің де көңілденіп, әй, сенің әжең алтын адам ғой, асыл ғой, деп қолы қолына жұқпай, үнемі өткірлем тұратын қайшысын жалақтатып, шашымды әдемілеп алып беретіні маған даян. Содан соң басында елемегендей болып, үстел үстіне немкетті тастай салған 1 теңгені әдемілеп бүктеп ышқыр қалтасына салып алады да, түх, өзің шаштан ғана қор болып жүрген бала екенсің ғой, қатып кетті. Иіссу ғана жетпей тұр. Жөнел, оны шешеңе сепкізіп аларсың, дейді. Канатка модысымен қидырған шашыма риза болып, ыржыңдап үйге келсем, әжем шешеме, ей, Күлпаш, мына Қуаттың 3 көлге киетін жаңа киімдерін шығар. Өзіңде кейін. Тойға адамға ұқсап барайық, деп жатыр екен. Шешем де менің сорайып әжеме еріп жүретінімді ұнатпайды. Мойнын қылқитып қашанғы жетелейсіз бұны, дейді жақтырмай. Тек, ей қатын, мұны жетелемегенде енді сен жетелейін ба? Жалғыз шошайып қалай отырам? Қарашы, қаршадай баланы. Бол. Сандықтан жаңа киімдерімді алып беріп жатып, шешем әжеме естіртпей маған жекейді. Сенде де ми жоқ қой. Дардай болғанша ерде жүр шешеңе, өй санасыз неме. Өзі ғой енді. Немене өзі ғой? Тілің байланып қалған ба?
Неге айтпайсың бармайым деп? Өзің айтса батыр болсаң. Кет бар жоғал, бұлғамай жүр үстіңді. Осымен шешемнің де ашуы тәмам. Ақ көйлектің жағасын су жаңа пиджактың сыртына шығарып қойып, шашымды сулап тарап әжемнің қасына шайға отырам. Әжем мені жаңа көргендей, киініп шашын қидырып жүрсе, менің балам жігіттің әдемісі емес пе? Әкесінің аузынан түсіп қалғандай жарығым деп айналып толғана бастайды. Әкемнің жастай қайтыс болып кеткеніне көп болған. Әжем ұлы есіне түскенде, балаларымның ішіндегі еті тірісі де, өнерлісі де сол еді. Қайтейін, қуажал маңдайыма сыйғызбады ғой деп, көз жасын сығып алады. Одан жерге тесіле қамығып біраз отырған соң, әңгімені барғалы отырған тойға бұрады. Ойпыр-ой, ана Жылқыбайдың жаман құрмашының аузының салымын-ай. 30-ға дейін омалып жүріп, біреудің бүлдіршіндей бір қызын алып кетіпті. Көрдің бе, қатын? Келін не деген көрікті? Үрбауызға салғандай, оу. Жоғау тіпті, жерде жоқ сұлу екен. Қолаң шашы тілерсегіне түсіп, жәудіреп тұрғаны қандай әсем. Затына да атысай, құралай көрінеді. Шіркін, әйел біткен, сондай болсайш, деп тоқтайды. Келініңіз қара торлау ғой, дейді шешем, әжемнің тым-тамсанып кеткен ұнатын қарамай. Құрмаш жаман жігіт емес, өз тірлігін бір азаматтай ақ білет. Көркіне көже құя ма? Ондай шөп желкелер құрмаштай адамның кезіккеніне қуансын қайта. Әжем де райдан тез қайтады. Оның рас, жарықтық, Жылқыбайдың балалары шетінен жуас, шаруақор ғой. Менікі әшейін сөздің сырақсы да, бағжансын бешараның. Шешемнің әлде шыны, әлде адуын енесіне жағымсығаны. Беті жылтыраған біреуді көрсеңіз, ылғи көрікті, келбетті деп жер-көкке сыйғызбай мақтай жөнелес. Келіннің сіздің өзіңізден асқан сұлулығын көре алмадық, дейді. Рас айтасың бе, күлпаш? Деп селт еткен әжем нұрланып, рахаттанып қалады. Одан кілт мұңая қалып, несін айтасың? Мен де біреудің әлпеште өсірген қыз едім. 30-та көріктің қадірін қайдан білейік? 13 жасымда мыңғыртып жылқы айдаған атақты Нұралы байдың баласына тұрмысқа шықтым. Ол үйдің босағасын аттағаныма жарты күн өтті ме, өтпеді ме, ауылға сау етіп түскен бір қора қызыл жағалы малдың бәрін ту-талақай таратып, жолдасымды әке-шеше туған туысымен қоса бір түннің ішінде ит жеккенге жер аударып айдады да кетті. Жаны жәннатта болғыр сол қосағымнан әлі хабарсызбын. Келіннің аяғынан түйшет. Не ойлап кетті екен жарықтық. Жүзінен қаны таматын 18-19-дағы қылшылдаған жігіт еді. Өз ағайындарымда тоз-тоз болып, қырғыз асып жан сақтады. Одан тағдыр мыналардың атасына кезіктірді ғой. Ол да жігіттің сырттан еді-ау, шіркін дәурен, деп өткен өмір елестерін кезіп кетеді. Расында да әжемнің сұлулығын маңайдағылардың бәрі мойындайтын. 70-ке келсе де жанары топ-тонық болып, аппақ жүзінен нұр төгіліп, үсті басына шаң жуытпай тіп-тік жүретін сұңғақ бойлы кісі еді. Қайындарының: жасыңда талайдың көзіне құрт болдың-ау, здиха, біздің анау қара шалдың қай жеріне қызығып тиіп жүрсің өзі, деп қалжыңдайтынын талай көргенмін. Көпшілік құрбылары да атын атамай, кербез қыз дейтін. Әжем жанары жасы орай мұңайып біраз отырды да: қой, тұрайық, жүріңдер, деді жаулығын түсеп. Ол кезде біздің ауылда тойларда аумағы ат шаптырым, шатыр тігіп өткізетін дәстүр ене бастаған. Үй иелері қыз жігіт, орта жасамыз, кемпір-сампыр, шал-шауқынды қатар шақырып, бәрін бір-ақ түнде қонақ қылып тарататынды. Шешем: мен қосарласпай-ақ қояйын, ертең күндізде кіріп шығам ғой, өздеріңіз бара беріңіздер деп, үйде қалды да әжем екеуміз аяңдап жеттік. Біз келсек, беташар бітіп, елдің аяғы кіріпте болған екен. Алдымыздан Жылқыбайдың өзі шығып: зәке, кел,
Төрлет, Батыр, сен де жоғары шық, деп төрге бір-ақ озғызды. Жан-жақтан ентелей қарап отырған қалың жұртқа көз салмауға тырысып, ұяла басып, сілтеген жерге барып отырғанымда байқадым. Жас келін мен күйеу жігіттің тура қасынан шығыппыз. Құралай шынымен-ақ көрікті көрінді. Қоңырқайлау жүзі, балбұл жана алабұртып төмен қарап отыр. Білектей бұрымы иығын жапқан, тығыншықтай ғана әдемі келіншек. Анда-санда қою кірпігін серпіп алға қарағанда жанары жарқ-жұрқ етеді. Оқта-текте бір сәт өкпелеген баладай томпақ еріндерін бұлдитып қалатын назы да сүйкімді. Құрмаштың да жағасы жайлауда сияқты, кетік тістері иқы-жиқы, еңгезердей болып екезуі екі құлағына жете ыржаңдай береді. Микрофоннан даусы саңқылдап өлеңдете сөйлеп тұрған асаба жігіт алғашқы тосты той иелері Жылқыбай мен сол кісінің бәйбішесіне берді. Одан кейінгі лебіз неліктен екенін білмеймін, менің әжеме тиді. Әжемнің келінді тап өзі түсіріп отырғандай көсілген ай. Мұндай сөзуарлығын тіпті бірінші көрім. Тура жарты сағат сөйлеп, жүрек түкпіріндегі ең бір аяулы да асыл тілектерін сарыққан шығар. Сөз біткенше, осы менің әжемде кейде артық кетеді деп тықыршып, ыңғайсыздана бердім. Ел ду қол соқты. Әсіресе жастар жағы ысқырып, ырза болды. Оларға не керек? Кім не сөз айтса да арақ ішсе жетіп жатыр. Сөйтіп отырғанда келін екеуміздің көздеріміз шарпысып қалды. Мен де олар отырған жаққа аузымды ашып қарағыштай берсем керек, екі құлағым ду етіп қысылып кеттім. Құралай әсем жымиды. Мынандай сөзшең кемпірдің қасында жүрген бұл неткен бала деген шығар. Ол маған екінші рет ұзағырақ қадала қарағанда кеудем қысып, маңдайымнан шып-шып тер шықты. Әжеме сыбырлап, ыстықтап кеттім. Далаға шығайыншы дегенімде жібере қойғаны абырой болды. Бір қарасам жүгіре басып үйге қарай келе жатыр екем. Ертеңіне әжем үйге келген адамдарға Жылқыбайдың баласының үйленуіне талай жылғы дәулетін аямай шашқанын, тойдың ғажап өткенін, келіннің де жақсы кезіккенін қайта-қайта айтып тамсанып отырды. Ұзамай Құрмаш пен Құралай жеке отауға шыққан. Отау болғанда тура бізбен жапсарлас босаған екі бөлмелі үйге келіп кірді. Әжемнің құдай берді. Келін біткенді өмір жақтырмай міндағы отыратын кірпияз кемпірді танымай қалдық. Құралай екеуі күні бойы шәй ішіп, не айтатындары белгісіз, баяғыдан сырлас құрбылардай сақ-сақ күлісіп, мәз болады да отырады. Әйтеуір, әжем біртүрлі жасара түскендей, қабағы жадырап қалды. Құралайдың әжеммен тіл табыса қалғаны шешеме де жаман болған жоқ. Қолы да босады, құлағы да тыншыды. Ашық жарқын Құралай Жылқыбайдың ғана емес біздің де туған келінімізге ұқсап, үш үйдің арасына кезек жүгіріп, қалт еткенде самауыр суды да ысытып жіберіп, әжемді де шомылдырып кетеді. Еш арланбай жеңіл-желпі кірді де жуа салады. Мұндай адам қалай ұнамасын. Өзім мұғалім көрінеді. Ара-арасында менің де сабақтарымды қадағалап қойып жүреді. Құрмаш алыс жолға жиі шығатын, шопыр болатын. Оны да біздің үймен жақын араласуға үйретті. Түскі астыда екі үйден кезек-кезек іше салатын болдық. Алғашқыда ұялып, қашқалақтап жүретін мен де оларға бой үйрете бастадым. Ақ көңіл Құрмаш кезекті сапарына шығып бара жатып маған: «Әй Қуат, мына жеңгеңді байқап жүр, біреулер қақып кетпесін. Ақыңды әкеп берем», деп көзін қысты. Бір күні кештетіп сабақтан келсем, әжем мен Құралай шүйіркелесіп отыр. Ұзақ сөйлескен секілді, алдарындағы шай ішкен кеселерін шайып, жинастырып бастапты. Құралай орнынан тұрып қайтқалы жатып: «Апа, Қуат бүгін біздің үйге жатсында, Құрмаш жолға шығып кеткен. Жалғыз қорқамын», деді. Жаутаңдап әжеме қарасам, еш әбіржемей-ақ: «Құдай-ау, бұдан не шығады? Қасыңа әдемілеу, біреуді алып жатпайсың ба?» деп күледі. Құралай: «Маған осы да жетеді, апа», деп мәз.
не мағынамен күлгендеріне түсіне қоймадым. Түнге таман Құралай қайта келіп, тартыншақтағаныма қарамастан ертіп алып кетті. Әжем де, бара ғой бар, айналайын, деді, менен бір құтыла алмағандай. Үй іші қараңғы екен. Өздері жататын қос төсек тұрған кішкене бөлмеде ғана сорайып, электр шырыны жанып тұр. Есіктің ілгегін салған соң, албар жақтағы диванға жата кетермін дегенмін. Жоқ, әлденелерді айтып сөйлеп жүрген Құралай тура өз қасына жайғастыратын түр бар. Итергендей төсекті көрсетіп, шешініп жата бер дейді. Шегінетін жер қалмағанын біліп, дереу жейдеммен шалбарымды шештім де, патсай көрпенің астына кіріп кеттім. Өзі біразға дейін жатқан жоқ. Жарықты да өшірмеді. Мен көрпенің шетінен екі көзімді жылтыратып қарап қоям. Кенет тура шамның қасына барды да, ақсазандай денесін жарқ еткізіп, үстіндегі жібек халатын сыпырып тастап, ұзын қолаң шашын арқасына сілке жайып жіберді. Бұты мен кеудесінде ғана бір жапырақ лыпасы бар. Жай барахат, жағажайда жүргендей қымсынар емес. Осы ауылда моншаны жақсы жағады. Бүгін түсіп шықтым. Рахат екен. Сен бардың ба? Барғам менде, деп міңгірлеген болдым. Жүрегім дүрс-дүрс етеді. Өмірімде жалаңаш әйелді алғаш көруім ғой. Шамды сөндірді де, жайлап жаныма жайғасты. Кел, қысылмай бері жат. Ақырын құшақтап, өзіне қарай тартқанда, басым қалың шашына көміліп, бетім бетіне тиді. Қарсылық білдіріп, аяқ қолымды қаттырақ тіреуге де батылым жетпей, демім бітіп, тыпыр ете алмай жатырмын. Ыстық лебімен оттай денесі шарпып барады. Терлеп, демеге бастасам керек. Сәлден кейін мүшкіл хәлімді түсінді-ау деймін. Құшағын босатып, жеңіл күрсінді. Не деген ұялшақсың, Қуат? Сен жігіт боп қалдың емес пе? Тым тартыншақ бола берсең, өмірде бүкіл үлестен құр қалатынын білесің бе өзің? Білем ғой. Есіңде ме? Сен біздің тойда қаша жөнелгенде күліп жіберуге шақ қалдым. Адам көрмегендей сонша қысылғаны не сонда? Тіптен түсің бұзылып кетті. Неге екенін білмеймін. Сонан бері сені қат жақсы көріп кеттім. Осыдан соң ұзақ үнсіз қалды да, өзінде ешқашан арқа сүйейтін жақын інің де, сіңлінің де болмағаны, ата-анасынан да ерте жетім қалып, жалғыздықтың азабын көп тартқаны, құрмашқа да, жамағайын жеңгелерінің азғыруымен өте кездейсоқ шыққаны, бірақ оған еш өкінбейтіні туралы жан сырын айтты. Неге өйтті? Маған осы күнге дейін жұмбақ. Мүмкін кей адамдардың мұң бөліскісі келетін нақты біреулер болатындықтан шығар. Сонда неліктен дәл мен таңдады екен ол? Әлгі түні уақыттың қалай өткені есімде жоқ. Қысылып жатып, бір мезгілде талып, ұйықтап кеткен сияқтымын. Таңға жақын оянып, денесі жартылай ашылып, тәтті ұйқы құшағында жатқан Құралайдың көрпесін қымтай кетуге де жүрегім дауаламай, есікті еппен ашып шығып кеттім. Бірер күннен соң жазғы каникулымыз басталды. Мен жылқышы нағашымның ауылына аттандым. Онда жартайдай аунап-қунап үйге оралсам, Құрмаш пен Құралай әлде Ақмолаға, әлде Көкшетауға көшіп кеткен екен. Одан бергі арада да қарап отырсам, 20 жылдан астам уақыт өтіпті. Құралайлардан ештерек білмейді екем. Сөйтіп бертінге шейін серлік пен сергелдеңнің дәуренін мен де бастан кешіргенмін. Аудитория мен би алаңдарында, автобус салондары мен пойыз тамбурларында біздің үйге келін болады-ау деген бәлкім 10-20 қызбен көңіл жарастырған шығарым. Алайда олармен ойдағыдай тіл табыса кетуім қиындау болған секілді. Кейін сол арулардың кейбіреуін мен ұнатпадым, қайсыбірінің көңілі маған толмады. Қазір ойласам, сонда оларға мен көбіне әжемнің көзқарасымен қарайды екем ғой. Әжемді Құралайға ұқсап қалтқысыз күтіп, биік талғамынан шықса, ақылды, қылықты болса дейді екем. Тағы бір қызығы, алғашқы махаббат.
Тұңғыш сүйіспеншілік сезімі туралы сөз қозғалса, көзіме Құралай елестейді де тұрады. Әйтеуір 25 жасқа жеткенде қиялдағы Құралайдай адамды кездестіргенде секілдімін. Бірақ өкінішке қарай әжем келінін көре алмады. Мен сандалып жүргенде о дүниеге аттанып та кетті. Дегенмен оқасы жоқ. Әйелім шешеме жақсы қарайды. Екеуі өте тату. Оған да шүкіршілік етесің. Балконға шықсам, 7-ші сынып оқитын ұлым шұқшиып төмен қарап қалыпты. Мені байқайтын емес. Аңдасам, көз алмай тұрғаны кетіп бара жатқан көршінің өзі қатарлас қызы. Балама күдіктене қарадым да, қайтадан ішке ендім. Көз алдыма әжемнің бейнесі келді. Құралайды ойладым. Ол қазір қайда жүр екен?